Қосаяқ арыстанды қалай алдады? Хаус ертегісі. Арыстан ормандағы аңдарды құрта бастапты. Күн сайын олар азая береді. Аңдар әбден алаң болып, бәрі жиналып арыстанға барыпты. О орман тәңірісі, біз саған өтініш ете келдік. Сен бізді өлтірме. Одан да күнде таңертең біреумізді өзіміз саған әкеп беріп отырайық. Қалғандарына тиіспе. Жақсы, деп арыстан келісе кетіпті. Келесі күні таңертең аңдар жеребе салысады. Сөйтіп ол бөкенге душар болады. Тойынған арыстан сол күні ешбір аңға тиіспепті. Келесі күні жеребе қорқау қасқырға келеді. Арыстан оны жеп қояды. Осылай көп күндер өтіп, жеребе кезегі Қосаяққа келеді. Аңдар оны арыстанға апармақ болған кезде, жоқ, маған тиіспеңдер, мен өзім барамын, депті Қосаяқ. Оны қоя береді, өзінің ініне келіп ұйықтап жатады. Сөйтіп күн ұзаққа ұйықтайды. Арыстанның қарны аша бастапты. Құрбандықты күтуге шыдамы жетпеген ол, ашуға мініп, аңдарды іздеуге кірісіпті. Қосаяқ оның ақырған дауысын естіп іннен шығады да, құдықтың қасындағы ағаштың басына шығады. Арыстан оған жетіп келеді. Ағаш басындағы Қосаяқ: «Не болды? Неге сен ақырасың?» деп сұрапты. «Аңдарды ұзақ күнге күттім», деп ақырады арыстан. «Бірақ олар маған жейтін ештеңе әкелмеді». Содан Қосаяқ тұрып: «Біз жеребе тастаған едік, ол маған тиді. Мен саған бал әкеле жатыр едім, мына құдықта отырған екінші бір арыстан мені тоқтатып балды тартып алды». «Ол арыстан қайда?» «Құдықтың ішінде, бірақ ол сенен де мықтымын деп отыр», депті Қосаяқ. Арыстан ашуға булығып, құдыққа жүгіріп келіп үңіледі де, өзіне қарап отырған екінші бір арыстанды көріпті. Шын мәнісінде ол өзінің бейнесі еді. Арыстан ақырынғанмен құдықтан еш дыбыс шықпапты. Сол сәтте ол құдықта отырған екінші арыстанға қарғып түседі де суға батады. Ал Қосаяқ аңдарға келіп: «Мен арыстанның тағдырына жеттім, енді орман ішінде алаңсыз өмір сүресіңдер», депті. Аңдар да қуанып: «Жарайсың Қосаяқ, кішкентай болсан да арыстанды жеңдің», депті.